Қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қазақтың ұлттық тағамы женттің рецебімен бөлісемін. Рецебі ұнаса лайк басып, каналға тіркелеміз. Бұл 5 ингредиенттен тұрады. Кәдімгідей дүкеннің печеньесін алып, блендермен үгітеміз. Барлық ингредиентті кесемен өлшеп, бір-бір кесемен саламыз. Келесі ұнды алып, оны қоңырқай түске енгенше 5-6 минуттай жақсылап қуырып аламыз. Ұнды жылдам араластырып тұрмаса, астыңғы жағы күйіп кетуі мүмкін. Енді тарына алып тазалап жуып, бір ас қасық шемішке майын құйып, оны табаға салып, оны да қуырып аламыз. Тарыны 8-9 минуттай қуырып аламыз. Енді дайын заттарды ыдысқа саламыз. Бір кесе талқан, оның үстіне бір кесе печенье үгітіндісін және бір кесе қуырылған ұнды алып араластырамыз. Үстіне бір кесе тарыны салып және тура сондай кесемен бір кесе қант қосамыз. Енді алдын ала ерітілген қойдың майы мен сливочный майды осы қоспаның үстіне қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Қалауымыз бойынша кез келген майды салуға болады. Мен қойдың майын қостым, себебі жентіміз қатып формасын ұстап тұру үшін. Енді осы қоспаларды қасықпен престеп, нығыздап салып қоямыз. 1 сағат қатқаннан кейін осылайша пышақпен бөліп, дастарханға ұсынамыз. Осы рецеппен жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деп ойлаймын. Шайға қосатын арнайы өңделген тарыдан гөрі дүкеннен осындай тары алып, жуып тазалап қуырсақ, ол тарымыз жұмсақ болып қуырылады. Рецебі ұнаса лайк басып, комментарий қалдырамыз.